Қыс мезгілінде қанша литр су ішу керек? Суға деген қажеттілік неге байланысты? Ауа райы салқындағанда ішетін суымның мөлшерін азайтуым керек пе? Бейнені соңына дейін көріңіз. Бұл бейнеде қыста су режимін дұрыс сақтау арқылы денсаулықты жақсартуды айтатын боламын. Адам 60-70% судан тұрады. Әрине барлық органдардың қалыпты жұмыс істеуі және денсаулықты сақтау үшін сұйықтықтың жеткілікті мөлшерде жеткізілуін қамтамасыз ету қажет. Адам тұтынатын кез келген сұйықтық негізінен судан тұрады. Сонымен қатар кофе, шай, сорпа, жемістер мен көкөністерде біздің ағзамыздағы судың тепе-теңдігіне әсер етеді. Кез келген жағдайда сіз ағзаңызға кіретін және шығарылатын сұйықтықтардың тепе-теңдігін сақтауыңыз қажет. Суға деген қажеттілік неге байланысты? Судың күнделікті қажеттілігі 1,5 литрден 2,5 литрге дейін. Судың қажеттілігі дененің сыртқы жағдайына да байланысты. Судың қосымша қажеттілігі пайда болған кезде адам шөлдейді. Сұйықтықтың көлемі мыналарға байланысты болады. Адамның жасына, әсіресе ер адамдарға көбірек су қажет. Физикалық белсенділіктің деңгейі, күш-жігердің артуымен, көп терілумен, жиі тыныс алумен судың қажеттілігі артады. Қоршаған ортаға, тамақтану әдебіне байланысты су ішудің көлемі артады. Ісіну синдромы дамымау үшін сұйықтықты тұтынуды шектеу керек. Айтпақшы достар, арнаға жазылып колокольчикті міндетті түрде басып қойыңыздар. Келесі пайдалы видеоларды бірінші болып көру үшін суықта ішетін сұйықтық мөлшерін азайту керек пе? Қоршаған ортаның кез келген температурасында шөлдеу пайда болған кезде әрдайым су ішу керек. Бұл дененің сұйықтықтың тапшылығы туралы алғашқы сигналы. Қыста тұтынылатын сұйықтық мөлшерін азайтудың қажеті жоқ. Судың көлемін жылдың кез келген уақытында бірдей ұстау керек. Егер адам ыстық ауа райының әсерінен көп терлесе, онда оған ішетін судың мөлшерін арттыру керек. Адам баласы күніне әр салмағына 30 мл-ден су тұтыну керек. Мысалы, салмағыңыз 50 кг болса, 30 мл-ді 50 кг-ға көбейтеміз. Сонда күніне 1,5 литр су ішу керек. Ал егер физикалық жаттығулармен айналысып көп терлесеңіз, онда әр килограммға 40 мл-ден су ішу керек. Сұйықтық қыста теріден құрғақ ауаның әсерінен және суықта тыныс алғанда аузынан бу шыққан кезде жоғалады. Сұйықтық дене температурасын реттеуге, метаболизмді дұрыс сақтау үшін қажет. Қысқы серуендеу, қысқы спорт түрлерімен айналысу кезінде калория жоғалады. Энергияны қалпына келтіру үшін тамақ қана емес, су да қажет. Адам ағзасындағы су жыл мезгіліне қарамастан жұмсалады. Демек, суды қабылдау көлемі әртүрлі болмауы керек. Комментарийге өзіңіздің бір күнде неше литр су ішетініңізді жазыңыз. Қыста шөлді қандыру дұрыс па? Сыртта суық болған кезде ыстық немесе жылы су қолданған бұл өте дұрыс. Суық су жоғарғы тыныс жолдарының қорғанысына әсер етеді және асқазанды тітіркендіреді. Ас қорытудың нашарлауына әкеледі. Суық тиюді азайту үшін және іштің ыңғайсыздығынан зардап шекпеу үшін сізге жылытылған суды немесе кем дегенде бөлме температурасындағы суды ішу керек. Егер сіз салқын су немесе салқын сусындарды ішсеңіз, онда сіз дереу жылы су қабылдауыңыз керек. Сүт тек су ғана емес, сонымен қатар калорияны қосады. Достар, дененің дұрыс жұмыс істеуі үшін азық-түлік пен сусындардың рационы мүмкіндігінше пайдалы болуы керек. Сұйықтық мөлшері жыл мезгілдеріне байланысты емес, су тек ағзаның қажеттілігіне байланысты. Достар, әрқайсымыз дұрыс су ішіп, денсаулығымызды қадағалайық. Келесі видеоларда кездескенше.